Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге берекелі дастархан. Достар, әр күніміз сәттілікке және берекеге толы болсын. Мен бүгін сіздерге үйде ас мәзіріне қосып қоюға болатын өте дәмді, ыдысымен жеуге болатын қуырдақ деп айтсақ та болады. Жаркое в съедобном горшочке. Жасалу жолымен рецептімен бөлісемін. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда қоңыраушаны басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Достар, міне осындай өте дәмді, өте жұмсақ, ішіндегі начинкасы, салмасы өтінбай сочный болып шығады. Міндетті түрде менің осы рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ал кеттік достар, ең алдымен бізге керек заттарымызды дайындап алайық. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ыстық су, сары май және тұз қажет. Достар, ингредиенттердің толық мөлшерлерін осы видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Ең алдымен тұзымызға сары майды қосып, ыстық суды құйып, жақсылап сары май мен тұз ерігенше араластырып аламыз. Осы сұйық қоспамызды електен өткізіп дайындап қойған ұнымызға құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты емес, өте жұмсақ та емес, орташа қамыр болады. Енді қамырымызды бірдей етіп 3-4 бөлікке бөліп, бетін жауып, демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалып тұрғанда біз ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Салмамызға бізге пияз, сәбіз, картоп, помидор және ет қажет болады. Етті, картоп, сәбіз, пиязды кубиктап майдалап турап аламыз және ыдысқа салып, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамызды дайындап алғаннан кейін, бағанағы демалдырып қойған қамырымыздың біреуін аламыз да, 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу етіп бөліп аламыз. Содан соң қамырларымызды жаямыз, үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін бетіне жабамыз. Осындай етіп, ыдысқа салып, астыңғы бөлік қамырды салып, содан соң салмамызды салып, помидорды және сары майды салып, бетіне екінші қамырды жауып, жабыстырып шығамыз. Немесе әдемілеп өріп шықсаңыздар да болады. Қамырларымыздың бәрін дайындап алғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған духовкада 170-160 градуста 1,5-1 сағатқа қойып пісіріп аламыз. 1,5 сағатқа асықпай пісірсеңіз, ішіндегі
салмасы өте дәмді, өте езіліп, сондай сочный болып піседі. Сондықтан ұзағырақ қойып пісірген жақсы. Достар, видеом ұнап жатса, лүпілдеріңізді аямаңыздар, және де пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мені қараңыздар, достар, осындай өте әдемі, жұмсақ, ішіндегі салмасы сочный болып, өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Сау болыңыздар, рахмет.